Сәлем достар, бүгін сіздермен біз баланы қай жаста емшектен шығару керек, сол туралы әңгімелесетін боламыз. Баланы негізі ВОЗ-дың айтуы бойынша 2 жасқа дейін еміздіру керек, 2 жастан кейін емшектен шығару керек. Себебі бала ана сүті арқылы өзіне қажетті витаминдерді, минералдарды алады. Тек қана 1 жасқа дейін еміздіру керек, болды 1 жастан кейін емшектен шығарып жіберу керек десеңіз, онда қатты қателесесіз. Себебі бала тек қана витамин, минералды алып қана қоймай, ана сүтінен мейірімділікті де алады, иә. Бізде қалып қойған түсінік бар ғой, баланы көп еміздірген сайын бала болашақта анасына мейірімді болады. Ал анасына мейірімді болған адам басқа да адамдарға мейірімділік танытып, айналасына барынша бір сүйіспеншілікпен қарап өсетін болады. Бұл психологиялық түрде де, физиологиялық түрде де өте жақсы баланы ұзақ еміздірген. Ал көп жерде айтады, 1 жастаға дейін еміздіру керек, 1 жастан кейін жаңағы тамаққа жарамды деп, ол дұрыс емес. Сіз қанша жұмысқа асықсаңыз да, еш болмаса баланы кешкі уақытта, болмаса түнгі уақытта еміздірген дұрыс болады. Сіз кешкі уақытта жұмыстан келесіз, иә? Сол кезде еміздірсеңіз, одан кейін жағы түнгі уақытта еміздірсеңіз, балаға пайдалы болады. Себебі жоғарыда айтқанымыздай, бала ол арқылы өзіне барлық кереметті сіңіріп өседі. Болмаса еш болмаған жағдайда 1,5 жасқа дейін еміздіру керек. Себебі барлық минералдар, витаминдер сол ана сүтімен келеді. Тамақ жеп жүрсе де, тамақтан сол Д витаминін, А, В, С, Д, Е витаминін алса да, ол бәрібір ана сүтіне жетпейді. Оның үстіне ішек құрылысы баланың әлі дамымаған. Сол себепті де ол бір үлкен адамдар сияқты қатты тамақ жей алмайды ғой енді. Көбінесе жемістерді, көкөністерді беріп жатамыз, майдалап етті беріп жатамыз. Бәрібір де ол ана сүтін емсе, оның организміне де пайдалы, оның қалыптасуына да пайдалы. Ана сүтіне жететін, ана сүтін толыққанды ауыстыратын әлі тамақ шықпаған. Сол себепті де баланы ұзағырақ еміздірген дұрыс болады. Достар, видео пайдалы болса, маған осы арнама жазылыңыздар. Пайдалы болса бөлісіңіздер, лайк басыңыздар. Ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздерге Құдай қаласа әлі де талай қызықты видеолар болады. Сол себепті арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.